Саламатсыздар ма студенттер? Біз сіздермен бүгін жаңа пән бастаймыз. Пәннің аты стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері. Тақырып Қазақстан Республикасының стандарттау туралы заңындағы оның рөлі мен маңызы. Осы тақырып бойынша 3 сұрақты қарастырамыз. Тақырыптың мақсаты пәннің міндетін түсіндіру және стандарттау метрология жөнінде түсінік қалыптастыру. Келесі сұрақтарға жауап беріп көріңіз. Жаңа тақырыпты бастаймыз. Стандарттау нақты бар немесе ықтимал міндеттерге қатысты жаппай және көп мәрте пайдалану үшін белгілі бір салада ережелерді реттеудің оңтайлы дәрежесіне қол жеткізуге бағытталған қызмет. Сертификаттау дайындаушы мен тұтынушыға тәуелсіз органның өнімнің, үрдістің, жұмыстың, қызмет көрсетудің нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін жазбаша растауы. Стандарттау мен сертификаттауды былай тұрмыстық жағдайда түсіндіретін болсақ, біз өмірде тор көз және жол көз қолданамыз, Біз әлемнің қай бұрышына, қай елге барса да осы тор көз, осы жол көз. Ол тор көз бен жол көздің бүкіл өлшемдері бірдей. Бір елдің тор көзі екінші елдің тор көзінен ешқандай ауытпалық 1 мм 1 сантиметрге ауытқушылық болмайды. Бұл стандарт деп аталады. Бүкіл әлемдік стандартқа негізделіп жасалынған жазу құралы болып саналады. Сол сияқты химия өндірісіндегі әрбір қондырғылар, тетік бөлшектер, автоматты қондырғылар, жалпы процестер, бұлардың барлығы белгілі бір стандарттар негізінде дайындалады. Ол стандарттан бір сәтке де ауытқи алмайды. Әрбір елдің, әрбір мемлекеттің, әрбір өнімге, әрбір өндіру процесінде, әрбір технологиясында стандарттары болады. Қазақстан Республикасының стандарты, Ресей мемлекетінің стандарты, әр мемлекет өз стандарттарына жүгіну мүмкін, немесе халықаралық стандарттарға жүгіну мүмкін. ISO халықаралық стандарттар туралы біз өте жақсы білеміз. Стандарт жөнінде түсіндіретін болсам, сіздер химия өндірісінде мысалға каолин өндіретін болсаңыздар, алдыңызда оның стандарттары болады. Яғни стандартта оны сақтау, оны тасымалдау, оған зерттеу жүргізудің барлығы көрсетіледі. Каолиннің мөлшері қандай болу керек екен стандартта көрсетіледі, және каолин өндіруші әрбір химия өндірісі ол стандарттан ауытқымай бүкіл әлемде бірдей сапалы каолин өндіре алады. Мысалға, осы стандарттан бір үзінді көрсететін болсақ, стандарттың 3/2 бөлігі, каолиннің сапасын тексеру үшін 6 килограммнан аспайтын массасын қолдану керек екен. Яғни бүкіл әлем каолиннің сапасын тексеру үшін 6 килограмм мөлшерін пайдаланады. Одан кем пайдаланбайды, немесе одан көп пайдаланбайды. Міне стандарт дегеніміз осы. Егер сіз белгілі бір өнім ойлап тапсаңыз, міндетті түрде оның сертификатын аласыз, Сол сияқты сіздің химия өндірісіндегі әрбір реттегішіңіз, әрбір манометріңіз, әрбір қысым өлшегіш приборыңыз, әрбір тұндырушы қондырғыларыңыз, бұлардың барлығының стандарттарға негізделген сапалық сертификаты міндетті түрде болады. Сол сертификатты негіздей отырып, сіз ол қондырғыларды пайдаланасыз. Міне сертификат деген осы. Метрология өлшеулердің бірыңғайлығын және олардың дәлдігіне қол жеткізуге арналған ғылым. Енді біз қазір метрологияның объектілері олар өлшеу қателігі және өлшеу әдісі болып табылады. Сіздермен метрология мен стандарттаудың тарихына шолып өтейік. Мына бөлмедегі әрбір элемент, гитара, теледидар, компьютер, барлығы тура өлшеммен жасалған. Метрология өлшеулердің бірлігін және қажетті дәлдікке жету жолдарын зерттейтін ғылым.
адам баласы өз еңбегінің жемісін сатып немесе айырбастап бастағанда кімнің өнімі жақсы немесе кімнің өнімі қаншалықты үлкен деген сұрақ туындады. Осы жағдайда өлшеулер мен өлшем бірліктерінің қажеттілігі пайда болды. Алғашқы өлшем бірлігін адам өз бойымен өлшей бастады. Мысалы, ярд Генрих біріншінің мұрнымен жазылған қолының ортаңғы саусағының ара қашықтығы болды. Фут Карл патшаның табанының ұзындығына сәйкес болды. Адамдардың қол табан өлшемдері әртүрлі болғандықтан бұл өлшемдер сенімсіз болды. Өлшемдердің дамуының келесі қадамы мемлекет өзі дайындаған өлшемдердің эталоны көрсетілген заңдық актілер болды. Бұл жөнде 1550 жылы Иван Грозныйдың қолы қойылған дәлелдеме құжат бар. Бұл құжат бір мемлекеттің ішінде сауда-саттық жасауға қиындық тудырмады. Өлшем эталоны және оның тура көшірмелері болды. Жүйе жұмыс істеп тұрды. Ал енді басқа мемлекеттермен сауда жасай бастағанда бұл жүйе қиындық тудырды. Әр мемлекетте әртүрлі өлшемдер болды. Халықаралық өлшемдер жүйесін енгізу қажет болды. Бұл жүйені алғаш рет 1791 жылы француздар ұсынды. Олар жер меридианның 1/4 бөлігін өлшеп, 10 мыңдан 1 бөлшегін алып, метр деп атады. Одан кейін метрдің 10 мыңнан 1 бөлігін алып, куб жасап оған су құйды да килограмм деп атады. Осылай метр және килограмм өлшемдері пайда болды. 1875 жылы 17 елдің арасында метрикалық конвенцияға қол қойылды. Қазіргі таңда өлшемдерсіз өмірді елестету мүлде қиын. Біз өмір сүретін ғимарат, қолданатын машина, техника, технология барлығы өлшемдермен, стандарттармен метрологияның заңдығына сәйкестендіріп дайындалған. Қазіргі деңгейде өлшемнің ең жоғарғы технологиясы 3D технологиясы қолданылады. Келесі танысатын тарихымыз стандартизация тарихы. 18 ғасыр аяғында өлшем бірдей өнімі болмады. Ұста бір қасық жасаса, тура сондай өлшемді екінші қасық болмады. Осындай жағдай бөшке жасайтын ұстада да кездесті. Оның әрбір бөшкесінің өлшемі әртүрлі болды. Барлық өнімдер жеке дара жасалған қайталанбас дүние болған еді. Ең алғашқы рет бірдей өнім жасау қажеттілігі ақш-та пайда болды. 2 жылда көп мөлшерде қару-жарақ жасау қажеттілігі туындады. Бұл мәселені қолға алуға келіскен ең алғашқы адам Элли Уитни еді. Ол кезде оның қару жасайтын шеберлігі, білімі, шеберханасы болмады. Бірақ Элли Уитни ақылды және алғыр болатын. Уитни бірнеше шеберді жинап, олардың әрқайсына қарудың әрбір бөлігін бірдей етіп жасауға бұйырды. Біреуіне қарудың оқпанын жасауға тапсырма берді. Қарудың бұл бөлшегі бір-бірімен 1 миллиметрге де айырмашылығы болмауы тиіс еді. Осындай шүріппе және тағы басқа қарудың қосалқы бөлшектерін жасауға тапсырма берді. Жасалған өнімдерді бірнеше үйретілген шеберлерді біріктіріп, дайын барлық өнімдері өлшемдері бірдей қару шығарды. Бұл стандарттау ғылымына жасалған алғашқы қадам еді. Қазіргі таңда